Сәлем достар, бүгін мен осы үйге шолу жасаймын. Бұл қорқынышты үйге ұқсайды. Сонымен бастаймыз. Бізде біріншіден бұндай есік болады. Кіреміз. Ары қаратай бізде осындай қорқынышты ағаштар. Кіреміз, есікті ашып. Бұнда қоңырауды бар. Міне бұнда ас үйі де бар және қорқынышты тағамдар. Мысалы, оның біреуі міне, мынау көздер. Ары қаратай мындай қорқынышты тағам. Жүреміз. Бүгін біз әртүрлі секреттарды да ашатын боламыз. Міне біз екінші қабатына көтерілдік. Бірінші біз оның жататын бөлмесін көреміз. Және бір көзі бар мысықты. Ары қаратай сандықта бізде осындай сурет бар. Бұл бізге керек болады, бірақ кейін. Одан кейін біз ары қаратай барамыз. Бұл жерде тағы бір сурет. Бұны былай іліп қою керек. Міне бұнда да қорқынышты көз бар. Міне осы жердің секретін мен сіздерге айтқым келген. Манағы суретті аламыз. Және бірінші қабатта да осы суреттер бар. Біз осы бүкіл суреттерді жинап алып, өз орындарына ілу керекпіз. Мысалы, мен уже 2 сурет таптым, тағы 2 сурет қалды. Бірінші қабатына түсеміз. Міне біз бірінші қабатына түстік. Осы арыстанды ашамыз басын. Одан кейін кнопкаға басамыз. Бұл жерде бізде осындай сурет болады. Одан кейін қорап. Оның ішінде бізге керек қағаз болады. Ары қаратай барамыз. Бұл жерде осындай төсек бар. Осылай ашып жабылады. Ары қаратай барамыз. Бізге тағы бір сурет алу керек. Мен о жерге қалдырып кетемін өзім заттарымды. Міне осы екінші сурет. Екінші этажға көтерілеміз. Осы бізде суреттерді біз өз орындарына ілеміз. Одан кейін бізде осы рычаг ашылады, басамыз. Бұл жерде бізде осындай қорқынышты бөлме шығады. Біз қазір манағы парақты аламыз өзімізге. Біз алып келген. Осындайдың екінші парағы осы ұйықтайтын бөлменің осы сандығында. Міне. Екеуін ашамыз. Бұл жерде көрсетілген қалай анау рычагтарды басу керек. Міне біз осы таптық осы бөлмені. Міне мынау дөңгелегі барларды мында, мыналарды мында қоямыз. Мында осы суреттегіндей басамыз. Міне мынаны. Қосылды. Енді біз мынау екеуін. Бұл жерде бізде осы кнопка болады. Біз басамыз. Одан кейін бұл жерде найзағайлар болады. Күтеміз. Бұдан кейін бізде осы нәрсе бізге беріледі. Бұны біз тақсақ, өзіміздің денеміз жасыл болып кетеді. Міне қараңыздар. Міне менің уже қолдарым жасыл болып кеткен. Бұл осындай маска қорқынышты жерлерге киюге болады. Және міне осындай тағы бір секретті көрсету үшін бізге бірінші қабатқа түсу керек. Барамыз. Ал бірінші қабатқа түсеміз. Бұдан кейін біз манағы біз келген аулаға барамыз. Осы ағаш тұрған жерге. Біз осы жерге басамыз. Бұл жерде бізге осындай гроб береді. Бұның ішінде осындай әдемі крампет бар. Ал осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар және лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.